Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлына қарсы шыққан жазушы Ғабит Мүсірепов. 20-шы жылдары Мұхтар Әуезовтің «Хан кене» деген пьесасы жазылған болатын. 1932 жылы кезекті қамаудан шыққан Әуезовтің алдына тағы да бір қиын кез тап болады. 1933-34 жылдары Қазақ драма театры, қателеспесем қазіргі Мұхтар Әуезов атындағы театрда Орынбек Беков деген кісі «Хан кене» спектаклін дайындайды. Ол кезде қазіргідей бір айдың ішінде қойып шықпайды, пьесаны спектакль қылып бір жылдай дайындалады. Сөйтіп 1934 жылы Совет үкіметі қатты сүйетін 1 мамыр қарсаңында Әуезовтің «Хан кенесі» сахналады. Бірақ өкінішке қарай сол «Хан кененің» тағдыры ғұмыры өте қысқа болады. Премьерасы да сол күні және ең соңғы қойылымы да сол күні болады. Темірбек Жүргенов бұл пьесаны көріп шығып, Беков тым асығыс жасаған екен, бұны бірінші өзіміз талқылап көріп алуымыз керек еді деген сияқты сөз айтады. Ал жазушы Ғабит Мүсірепов сол кездегі басшылық Мирзаянға осы Әуезовтің «Хан кенесіне» қатысты 40 беттен тұратын өзінің пікірін тұжырымдама ретінде жазып жібереді. «Хан кене» шықты 1934 жыл дедік. Енді сол жылдың 8 мамыр күні осы пьесаға қатысты жиын өтеді. Сол жиында Ғабит Мүсірепов осы қазақ театры, түрксіб, майдан сияқты революциялық тақырыптағы пьесаларды солғын қояды. Ал Айман Шолпан, «Хан кене» сияқты спектакльдерді зор шабытпен қояды деп бір сынап алады. Ғабит Мүсірепов жалпы Кенесарының, Наурызбайдың образы тым алдыға шығып кетті. Бұл жерде патшаға қарсы қарапайым халықтың бейнесі көрінбеген деп өзінің пікірін ортаға салады. Қызыл Сұңқар ақын Сәкен Сейфуллин Кенесары өзінің атасы Абылайдан қалған билік үшін ғана күресті. Бұл жерде ешқандай ұлт-азаттық көтерілісті көріп тұрған жоқпын деген мағынада сөздер айтады. Санжар Асфендияров, Ғаппас Тоғжановтар да пьесада халықтың революциялық көңіл күйін емес, басты назар Кенесары менен Наурызбайда болды деп, олар да осындай ойларын жеткізеді. Әуезов әрине «Хан кене» пьесасында бұл ұлт-азаттық көтеріліс жөнінде айтқысы келді әлбетте. Бұл тақырыпқа өзінің дайындалғанын, барынша үлкен дайындықпен келгенін айтады. Бірақ та Әуезовтің сөзін Мүсірепов бастаған қызыл жазушылар мүлде тыңдамайды. Сөйтіп Кенесары пьесасы бір қойылғаннан мерт болады. Кейін Ғабит Мүсірепов 70-ші жылдары өзінің атақты ұлпан романын жазады. Ол романында Кенесарының қарақшы болғанын, кісі өлтіргіш, мойнына қан алған, сондай бір бұзақы ретінде сипаттап шығады. Ал Кенесарымен бірге қатар жүріп, азаттық үшін арпалысқан Бопай ханшаны бір жатырық қағынған жезөкше деп суреттейді. Бұл деректердің барлығы белгілі академик тарихшы Мәмбет Қойгелдінің «Қорғансыздың күнін кешкендер» дейтін кітабынан алынып отыр. Кітап оқиық, кітаппен дос болайық, және менің YouTube арнама жазылып кетіңіздер.